Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 20 ғасырдың басындағы әлем бөлімінің 3 сабағына келіп тоқталып отырмыз. Бүгінгі тақырыбымызда 20 ғасырдың бірінші жартысында мәдениет пен қоғамдық ойдың дамуы жайлы қарастыратын боламыз. Сабақтың негізгі мақсаты 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы өнердегі негізгі ағымдарды сипаттап, 20 ғасырдың бірінші жартысындағы бұқаралық мәдениеттің қоғамның рухани ықпалына талдау болып табылады. Сіздер бұл сабақта қоғамның мәдени өмірінің дамуын, өнер мен әдебиеттегі мәдени дамудың маңызды бағыттарын, жаңа концепциялар және ғылыми жаңалықтар жайлы білетін боласыздар. Ал енді балалар, 20 ғасырдың басындағы техникалық прогрестің дамуы адамның ақыл-ой мен санасына әсері қандай болды деген сұраққа жауап берсек. 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басында Еуропа мен Америка елдерінде үлкен өзгерістер болып өтті. Жаратылыстанудағы революция, жаңа индустрияландыру дәуірі, дүниетанымдағы классикалық жүйенің дағдарысы өзгеріске ұшыраған өмір салтын қайта қарастыруға итермеледі. Жаңа сабағымыздағы термин сөздер. 20 ғасырдың басында қоғамның мәдени өмірдің дамуы қалай жүрді? Көптеген ғылым, мәдениет пен өнер қайраткерлеріне француз философы Анри Бергсонның интуиция туралы ой-пікірлері үлкен әсер етті. Ол интуиция арқылы шығармашылық адамдарды әрбір нәрсенің шынайы мәніне үңіле алады деп санаған болатын. Австриялық ғалым Зигмунд Фрейд негізін салған психоталдау туралы ілімнің де ықпалы аз болмады. Психоталдау философияға, тарихқа, дінтануға, мәдениет пен өнерді де зерттеуге таралды. Келесі сұрағымыз неоромантизм, немесе модерн стилі. 20 ғасырдың басында неоромантизм бұл адамзаттың өткен мәдени мұрасын қайта пайымдап, жаңамен сәйкестендіруге тырысқан бағыт. Неоромантизм 3 бағытта дамыды. Олар әдеби символизм, эстетикалық символизм және бейнелеудегі символизм болып 3-ке бөлінді. Әдеби символизм дегеніміз 19 ғасырдың 60-70 жылдарында Францияда пайда болған символизм. Бұл өнердің басқа да түрлеріне, театр, музыка, көркемөнер, сурет салаларына үстемдік жасады. Келесі эстетикалық символизм. Бұған нақтылық пен құпиялылық, әлеуметтік пен жекеліліктің үйлесуі, мифтерге көңіл бөлу сынды ерекшеліктер тән болған. Келесі бейнелеудегі символизм. Бейнелеу өнеріндегі символизм модерн стилінің пластикалық құралдарын жүзеге асырды. Модерн стилі пластикалық өнердің түрлі формаларын біріктірді, әмбебап, декоративтік және эстетикалық үлгілердің түрлерін қамтыды. Ал енді балалар, 20 ғасырдың басындағы кинематография саласы туралы айтатын боламыз. Бұл салада ең танымал әртістердің бірі Чарли Чаплин, Макс Линдер және Андре Дип болған болатын. Ал енді өнердегі жаңа ағымдар туралы айта кететін болсақ. Біріншісі постимпрессионизм. Негізін салған Поль Сезанн. Бұнда көркем сурет, сәулет өнері, әдебиет пен театр өнерінің дамуындағы жаңа кезеңнің туғанын көрсетті. Екіншісі кубизм. Негізін салушылар француз суретшілері Пикассо, Дюшан және Брак. Бұнда нысанды геометриялық сипатта бейнелеу арқылы суретшілер оны әр қырынан суреттеді. Оның ішкі мазмұнын көрсетуге әрекеттенді. Үшіншісі шығыс мәдениеті. Бұндағы негізгі тұлға Рабиндранат Тагор. Еуропалық мәдениет Қытай, Үнді, Жапония, Африка елдерінің мәдени мұралары, яғни шығыс мұраларына көңіл аудара бастады. 1913 жылы үнді жазушысы әрі ойшылы Рабиндранат Тагорға Нобель сыйлығының берілуі осының дәлелі еді.
Келесі кезекте өнер мен әдебиет қайраткерлерінің шығармалары жайлы айтатын боламыз. 20 ғасырдың басында өнер мен әдебиет қайраткерлері негізінен әлеуметтік теңсіздік туралы жазған болады. Әдебиетшілердің шығармасынан әлеуметтік теңсіздік, пессимизм, торығу сезімі көрінген болатын. Қоғамдық құрылыстың әділетсіздігін, адамдар арасындағы қарым-қатынастарды, буржуазиялық қоғамдық шығармашылық тұлғаның тағдырын сынаған бағыттар байқалды. Мысалға, француз жазушысы Ролан «Ерлікке толы өмір», Жан-Кристоф сынды еңбектерінде адамның психологиясын, рухани өміріндегі күрделілігін сипаттаған болатын. Ал француз жазушысы Франц болса, роман-памфлеттерінде зорлықты, соғысты, революциялық күш көрсету, діни фанатизм, буржуазиялық екіжүзділігін айыптады. Ол туралы негізгі шығармалар «Тайыз» және «Қызыл лилия» болған еді. Ал енді әдебиеттегі сыни реализмге көшсек. Драматургтер өз шығармаларында драмаға проблемалық сипат берген болатын. Олар ағылшын жазушысы Бернард Шоу, норвегиялық драматург Ибсен және орыс жазушысы Антон Чехов болған. Сонымен қатар, осы салада неміс жазушысы Томас Манн, ағылшын жазушысы Герберт Уэллс және американдық жазушылар Фрэнк Норрис, Джек Лондон және Теодор Драйзер болған. Ал енді балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сіздерге беріліп отырған кестеде ағымдарды және оларға сәйкес келетін дұрыс жауаптарын сәйкестендірулеріңіз қажет. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударыңыздар. Екінші тапсырма берілген ақпараттың ақиқатын анықтап талдау жасаңыздар. Бұл тапсырмада философ жазушылардың ой пікірінің жалған немесе ақиқат екенін анықтауларыңыз қажет.